Иманның сөйленетін 70 бірнеше деген кезде ең соңғы тома не нәрсе десеңіз, ең төменгі тармағы имататул аза анит тариқ. Жолдағы зиянды нәрсені алып тастау. Жолдағы зиянды нәрсені алып тастау. Абу Дауудтың риуаятында зиянды нәрсеге қандай нәрселер жатады деп білгіміз келсе, Абу Дауудтың сунанында имататул азми анит тариқ. Жолдағы сүйекті алып тастау дейді. Мұсылманның өтіп жүрген жолындағы қандай да бір зиянды нәрселер болса, сол зиянды алып тастау. Бүгінгі тілмен айтқан кезде мектептерде, университеттерде оқылып жатқан экология деген пән бар ғой. Сол экология ол ең төменгі тармақ екен. Ислам оны ұмытпаған. Күллі зиянды нәрсені алып тастау. Адамдарға зиян келтіретін нәрсені алып тастау. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі бізге баяндағандай, "Мән ахража мин тариқил муслимина шайян юзихим, катабаллаху лаху бихи хасанатан." Кімде-кім мұсылмандарға зиян тигізетін, жолдарында жатқан бір зиянды алып тастайтын болса, шығарып тастайтын болса, былай қарай, Алла Тағала сол ісі үшін оған бір жақсы амал істеді деп жазады дейді. Қараңыздар. Неге? Өйткені бағанағы әуелгі тармағы, ең абзалы иман іргетас тұр. Сол іргетастың үстінде кішкентай тозаң салмағындай салиқалы амал жасасаң, сол Алла Тағала сол амалдың өзін жәннатқа кіргізуге себеп қылады екен. Өйткені жаңа хадистің соңында кім мұсылмандардың жолынан оларға зиян тигізетін нәрсені шығарып тастаса, Алла Тағала сол арқылы оған бір салиқалы жақсы амалды жазады. وَمَنْ كُتِبَ لَهُ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنَةٌ. Ал кімге Алланың қасында бір жақсы амал жазылса, أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الْجَنَّةِ. Алла сол амал арқылы оны жәннатқа кіргізеді дейді. Міне бұл қандай тақырып? 70 бірнеше тақырып. Ең төменгі бабының өзі жәннатқа кіргізгелі тұрған нәрсе.